Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бірге пеште пісетін өте керемет әрі дәмді пирожкимен бөлісетін боламын. Бір жасағаннан өте дәмді болып шығады, жұмсақ болып піседі. Менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарап өтсеңіздер болады. Ең алдымен барлық құрамына керек заттарды дайындап алдым. Ең алдымен ыдысымызға жылы су 400 мл, одан бір ас қасық қант қосып, бір шай қасық тұз қосып, одан кейін бір ас қасық ашытқымызды қосып, венчикпен араластырамыз. Венчикпен жақсылап араластырғаннан кейін сұйық май 2 ас қасық қосып, жақсылап араластырып, бетін 10-15 минутқа жауып қоямыз. 15 минутымыз өтті, үстіне ұнды илегіштен өткізе отырып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Ұнымызды бірден салуға болмайды, аз-аздан сала отырып, жақсылап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Жұмсақ қамыр иленгеннен кейін бетін жауып 40 минутқа қойып қоямыз жылы жерге. Келесі ашылған картобымызды дайындап алдым алдын ала. Бұны енді кастрөлге жақсылап бірнеше бөлікке бөліп турап алатын боламыз. Одан кейін үстіне су құйып, бір 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Келесі табамызға май құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Одан кейін сарымсағымызды, туралған сарымсағымды алдын ала дайындап алдым. Бұл сарымсақты жақсылап қуырып алатын боламыз қызарғанша. 1-2 минут қуырамыз. Картобымыз дайын болды. Шанышқын көмегімен жақсылап басып шығып, үстіне қуырылған сарымсағымызды салып, бір ас қасық тұз қосып, қара бұршымызды қосып, дәміне қарай жақсылап араластырамыз. Жақсылап араласқаннан кейін бір шай қасық мөлшермен сары май салып, жақсылап араластырып жібереміз. Өте дәмді болады. Бір сағаттай қамырымыз тұрды. Мінекей ыдысымыздан алып, одан кейін ұзын шағып жақсылап жаятын боламыз. Қамырымызды домалақтағаннан кейін пышақтың көмегімен бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Менде 15 штук шықты. Қолымызды майлап алып, бір-бірден домалақтап аламыз жақсылап. Қамырымыз қолымызға жабыспас үшін қолымызды майлап аламыз. Май жағып, жақсылап майлап аламыз. Ал егерде ұн себетін болсаңыздар, ұн себіп домалақтайтын болсаңыздар, ол тығыз әрі нығыз болатын болады қамырыңыз. Қамырымызды домалақтағаннан кейін салафанмен бетін жауып 40 минутқа қоямыз. 40 минутымыз өтті. Мінекей 40 минуттан кейін біреуін алып, саусақтың ұшына майлап алып, жақсылап басып шығамыз қамырымызды. Үстіне салмасын саламыз. Менде картоптың салмасы. Мінекей картоптың салғаннан кейін бір қасық немесе 2 қасықтай салып, үстін жақсылап басып шығатын боламыз. Басып шыққаннан кейін духовканың табасына пергамент қағазын қойып, үстіне қоятын боламыз. Одан кейін екіншісін қазір көрсете кетейін. Мінекей үстіне жақсылап саусақтың ұшымен, майланған саусақтың ұшымен жақсылап басып шығамыз. Одан кейін салмасын салып, екі жақ шетінен ортасына дейін жақсылап бекітетін боламыз, басып шығатын боламыз. Одан қайтадан пергамент үстіне қоятын боламыз, дізіп шығатын боламыз. Мінекей көріп тұрғаныңыздай дізіп шықтым. Үстіне бір жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз жақсылап. Одан кейін қалауыңыз бойынша күнжіт сепсеңіздер де болады.
Қызып тұрған пешке 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Пирожкилеріміз пісіп шықты. 35 минутта өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шыққан. Егерде видео ұнап жатса, лайк басып, комментария қалдыра кетіңіз. Комментария қалдырған жағдайда мен сіздерге жауап беретін боламын. Өте дәмді болып шығады. Қыздар, жасап көріңіздер менімен бірге, сіздермен бірге. Мен Айдана. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.